Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге мынандай рулет жасауды үйретем құстан. Ол үшін біздер осындай құстың бір бұтын аламыз. Бір бұтын алып, мына сүйегінен етін ажыратып аламыз. Пышақтарыңыз өткір болу керек, және жіңішке болса жақсы жұмыс жасауға жеңіл болады. Осылай видеода көрсетілгендей, осы сүйектің бойыменен етімізді сылып алып аламыз. Басында қиын сияқты болып көрінеді, жасай берсеңіздер үйреніп кетесіздер. Менің бұл рулетті жасап келе жатқаныма 10 жылдың үстіне шықты. Анамнан үйренген болатынмын. Өзімнің тойымда да осыны анам екеуміз тойға бүткіл қонақтарға осыны қолдан жасаған болатынбыз. Содан ба мен уже үйреніп кеткен. Маған уже бұл рулетті жасау ешқандай қиындық тудырмайды. Сіздер де үйреніп алып осылай жасауларыңызға болады. Қол жетімді осындай құстың бұтынан жасай қоясыздар. Бағасы да арзан, сатып алудың керегі жоқ рулетті қымбатқа. Осылай сүйектің бойыменен кесеміз. Мына жерде тоже сүйек бар, сол жерде осылай кесіп аламыз. Бұл рулеттің ішіне морковь қосуға да болады, немесе жұмыртқа қосып та жасайды кейбіреулер. Немесе теркіден өткізуге морковь істеуге болады. Немесе ешқандай начинкасыз, тек тұз бен бұрышты ғана қосып, рулеттің өзін орауға да болады. Мен көбіне рулеттің өзін ораймын, ішіне ешқандай начинка салмаймын. Осылай сүйектің бойымен жайлай басықпай етімізді сүйегімізден сылып арашалап аламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Бұл рулетті алдын ала жасап, морозилькеге пісіріп салып тастауларыңызға да болады. Үйіңізге кісі келген уақытта шығарып қойып, ертіп, турап қоя қоясыздар. Өте оңай рулет. Көптен осы рулеттің рецептісін салуды ойлап жүредім. Сол сәті бүгін түсті. Енді сіздерге сол рулеттің видеосын түсіріп жатырмын. Кейбір жерлерде видеоларым кішкене анық емес болып қалуы мүмкін. Ол үшін алдын ала кешірім сұраймын. Қасымда түсіріп тұратын адам болмағандықтан осылай штативке қойып түсіруге тура келді. Қашық болса ренжімейсіздер деп ойлаймын. Міне біздің етімізбен сүйегіміз ажыратылды. Сүйекті осылай ажыратып аласыздар. Мынау тек қана етіміз бен теріміз қалды. Теріге мұқият болыңыздар. Теріні қиып алмаңыздар. Бұл жерде рулетті теріс арқылы біріктіретін боламыз. Еттерін осылай турап, орталарына тұз кіру үшін осылай турап аламыз. Мына жерде тұрған майды кесіп аламыз. Ішіне начинка, ішіне кері қосып жіберуге болады. Міне осылай етімізді кесіп аламыз, жонып. Енді тұзымызды салып, бұрышымызды салып, осы рулетімізді тұздап аламыз. Ішіне осы жерде теркіден өткізілген морковьті немесе жұмыртқаны да салуға болады. Жұмыртқа, қайнаған жұмыртқа домалақтай салып жібересіздер. Енді бұрыштаймын. Маринадтауға кішкене қоя тұруға да болады. Мен қоймадым сол бойда. Осылай екі терісін алып, осылай ине жіппен тігіп шығамыз. Терісінен тігеміз, етті тікпейміз. Терілерін біріктіріп отырып тігіп аламыз. Инелеріңіздің үлкен болғаны жақсы, жіптеріңіздің ұзын болғаны жақсы. Бітіп қалмас үшін до конца қыс біткенше жететіндей етіп, жіпті ұзын қылтып сабақтап алыңыздар. Етті тікпейміз, теріні теріге тігеміз. Тағы да қайталап айта кетейін. Бұл рулет өте оңай. Міне осылай орап тігіп болғаннан кейін рулетті жіппенен орап қойыңыздар. Сонда рулеттеріңіздің бір жағы жіңішке, бір жағы жуан болып тұрмайды. Екі жағы бірдей болып формасы келу үшін, және ұзарат осылай орасаңыздар рулеттеріңіз. Осылай орап алсаңыздар рулеттеріңіз кішкене формасын сақтап ұзын бола түседі. Видеом түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде видеомда дұрыс көрінбей қалыпты. Енді менде осы жерде 5 рулет шықты. 5 рулетімізді маринадтаймыз. Ол үшін майонезге осы чесногымызды турап алып, майонез бен чесногымызды араластырамыз. Чеснокты уақтап турауға да болады, немесе теркіден өткізуге де болады. Менде терка
жақын жерде болмағасын турай салдым. Енді паприка қосатын. Паприка өздеріңіз білесіздер, мен цвет шығару үшін паприка қостым. Томат болса томат қосуға болады, кетчуп болса кетчуп қосуға болады. Менде томат пен кетчуп болмай қалғандықтан паприка қостым. Енді рулеттерімізді осы соуспен майлаймыз, екі жағын тырсап тұрып маринадталу үшін. Және де осылай маринадтауға 1 сағатқа 2 сағатқа холодильникке салып қоюларыңызға да болады. Егер асығыс болсаңыздар, бірден маринадтап пісіруге жібере беруге болады. Бұл рулетті отырып бір отырғаннан осылай 4-5 жасап морозкаға қатырып тастауларыңызға болады. Өздеріңізге жақсы. Енді пешке жібереміз. 1 сағат, 1 сағат жарым үстінде піседі. Рулеттеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.